Махаббат және ғашықтық жүрекке қалай әсер етеді? Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог, диагноз дәрігер. Сіздерге осы сұраққа жауап беремін. Ақпаратым ұнаса лайк басып, комментарияға сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Бірінші, махаббат және ғашықтық туралы айтып кетейін. Негізі махаббат пен ғашықтық ол бір-біріне ұқсас ұғым, яғни біреуді жақсы көру, ғашық болу, бұның бәрі жүрекке әсер ету арқылы жүретін ғажап бір құбылыстар. Жүрек негізі сезім мүшесі. Ол тек қана насос қана емес, сезім мүшесі. Яғни қанды айдап қана қоймайды, ол сезеді. Адамдар бір-бірін жақсы көру, бір-бірін түсіну, адамгершілік жағын бәрі осы жүрек арқылы өтеді. Ғашықтық пен махаббаттың бұл ғылыми тілде, медициналық тұрғыда бұл гормондарға байланысты жүректің жұмысы реттеліп отырады. Енді махаббатқа келетін болсақ, ғашықтыққа келетін болсақ болады. Яғни адамдар бір-бірін жақсы көретін жауапты махаббат және жауапсыз махаббат деген болады. Яғни жауапсыз махаббат, сіз ол адамды сыртынан ғашық боласыз, немесе сіз ғашық болған адам сізге жауап бермеуі мүмкін, яғни ол сізді жақсы көрмеуі мүмкін. Сондай махаббат болса, ол кезде организмге норадреналин деген гормон бөлініп, соның әсерінен қан қысымының жоғарылауы жүректің жиі соғуына алып келеді. Бұл бірінші жағдай. Ал екінші жағдай, жауапты махаббат болған жағдайда, бұл кезде бақыт гормондары, эндорфин, окситоцин, дофамин деген гормондар бөлініп, осының нәтижесінде адам өзін бақытты сезінеді. Яғни бір-біріне жақсы көрген адамдар екі жақтан да өздеріндегі гормондық жүйенің әсерінен жүректің жұмысы қалпына келеді. Яғни қан қысымының жоғарылауы төмендейді, жүректің тарсылдағаны қалпына келеді. Яғни ол гормондардың әсерінен жүйке жүйесінің қызметі реттеледі, басқа да эндокриндік жүйенің қалпына келуіне алып келеді. Осыдан жүрекке жақсы әсер етеді. Сондықтан бұндай жағдайда махаббатты дұрыс қабылдап, бір-бірін сүйген адамдар үшін бұл денсаулыққа өте орасан зор пайдасы бар. Сондықтан бір-бірлеріңізді жақсы көріңіздер, бір-бірлеріңізге ғашық болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.